Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қымбат достар, бүгінгі тақырып бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар тұлғаларға арналған ипотека. Сіздер мақсатпен YouTube каналын тамашалап отырсыздар. Бұл каналда 200-ден астам баспана мәселесіне байланысты бейнероликтер бар. Подписаться бас қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Бүгінгі тақырыпта тағы да қайтала кетемін. Бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар тұлғаларға арналған ипотека. Қазақстан Республикасында тұрғын үй қатынастары жөнінде деген заң бар. Сол заңға сәйкес 12 категория тұрғын үй кезегіне тұра алады. Бұл кісілердің категориясы сол 12 категорияның біріне кіреді. Енді кезекке тұру үшін соңғы 5 жыл аттарында баспана болмауы шарт. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында міндетті түрде 3 жыл прописка қажет. Басқа қалаларда прописка қажет емес. Категориясы бар болса, соңғы 5 жыл аттарында баспанасы болмаса, онда кезекте.kz сайт арқылы өтінім беріп кезекке тұра береді. Кезекке тұрғаннан кейін Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасына қатысса болады. Енді достар, мына жерде қазір көпшілік түсінбей қалуы мүмкін. Енді бұл қазірге дейін осы заң жұмыс жасап келе жатыр. Жалпы қазіргі таңда Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасына бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар жандарды қатыстыру үшін ол кісілерден табыс сұрайды. Ол жерде шамалы сұрақ туындайды да, егер категория бойынша тұрған адамда табыс қайдан деген. Бірақ мен естігенім бойынша болашақта ол кісілердің алатын пенсиясын негізгі табыс ретінде көреді деген. Сондықтан мына 3-7 күнкөріс деңгейінен асып кетпеуі тиіс, 3-1 күнкөріс деңгейінен асып кетпеуі тиіс тұрғын үй сертификатын алуға деген жөнінде мен тағы да толықтыра бейнеролик жасайтын боламын. Бұл бейнероликтің негізгі мақсаты неде? Категориясы бар жандар жаймен тұрғын үй кезегіне тұрып, осындай бағдарламалар бар екенін біліп, егер кім ойлап жүрсе, негізгі табыс ол кісіде жоқ, ол кісі бағдарлама қатысамайды деп жүрген кісілерге бұл кішігірім бір посыл. Мына 3-7 күнкөріс деңгейінен аспауы тиіс, негізгі өздерінде жұмыстан түсетін жалақы болуы тиіс деген өзгерту болуы мүмкін. Болашақта, жақын арада дейікші, ол кісілердің алатын пенсияларын табыс ретінде санау мүмкін. Бірақ әзірге нақты белгісіз. Ресми қандайда бір хабарлаулар болып жатса, мен сіздерге хабарлаймын. Енді әрмен қарай. Үйді тек қана Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы аясында мемлекет соққан үйлерден алса болады. Банктың пайызы 5, 10%-дан 20%-ға дейін бастапқы жарна. Әр қалада жылына 1 реттен 5 ретке дейін конкурс болып тұратын. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында ең көп конкурс болатын өңірлер. Конкурс жыл кезегі бойынша, вознаграждение бойынша болады. Жыл кезегі дегеніміз қай жыл кезекке тұрды, соны қарайды. Вознаграждение дегеніміз отбасы банкында жиналған депозитін сыйақысына қарайды. Енді өзім тәжірибеме сүйене отыра, біз көптеген өз мақсатпен деген мекемеде сопровождение жасап көмектесіп тұрамыз. Бұл категория бойынша кезекте тұрған жандар бағанағы үйді полный выкуп жасап сатып алады. Себебі айтып отырмын ғой, төлем қабілеттілігін растауға келген кезде банк өзінің требованиясын қояды. Міндетті түрде сізде ресми табыс болуы қажет. Өзіңізде немесе балаңызда деп кетеді кейбір кездерші. Сондықтан бұл кісілер көбінесе бағана опекундары, ата-аналары осы кісілердің кезектерін қолдана отыра қатысады, сөйтеді да ол үйді полный выкуп жасап алады. Себебі төлем қабілеттілігін растайтын өздері негізгі табыстары жоқ та, ол кісінің жалақысы. Бірақ мен шынымды айтайын, өзім ішімнен кейбір кезде тілеп отырамын. Алла, дәл осы категория бойынша шын ғой, енді достар айтыңыздаршы, пенсиясын табыс ретінде санаса екен. Пенсиясын табысын ретінде санаған күні бар ғойшы, Құдай қаласа, иншалла, мен осы жерге Астана қаласы бойынша бүкіл хабарландыру жасап, бірінші, екінші топ бойынша кезекте тұрған адамдардың, опекундардың, ата-аналардың шақырып, өзім бір тегін кеңес ұйымдастырғым келіп жүр. Шынымен пенсиясын негізгі табыс ретінде санаса екен деп жүрмін да. Жалпы енді полный выкуппен сатып алатын мүмкіндіктеріңіз болса да, тұрғын үй кезегін солай әрекет жасап қалсаңыздар болады. Неге десеңіздер, қараңыздаршы, мысалы, бір бөлмелі 40 шаршы метр 220 мың теңге. Шаршы метріне 220 мыңнан. Бұл Астана қаласының бағасы. Болашақта өсуі мүмкін. Басқа қалаларда қазір арзан пәтердің бағасы 8 миллион 800 болады бір бөлмелі пәтер. 70 мың теңгеден 14 жыл төлейсіздер. Егер баны ипотека қарасым демесеңіздер, егер ондай мүмкіндік болған жағдайда әрине. Кейбіреулер айтып отырмын, кейбіреулер сатып алады. Мүмкіндік болмаған жағдайда табыс растауға. Бірақ болашақта өзгеріс болады деп күтілуде достар. Соны жан тәніммен, жүрегіммен мен де қалап жүрмін. 2 бөлме 60 шаршы метр 220 мың теңгеден 13 миллион 200, 110 мың теңгеден 14 жыл. 3 бөлме 80 шаршы метр 220 мың теңгеден 17 миллион 600, 140 мың теңге 14 жылға. Бұл қай жағдайда болады? Егер бұйыртса сіздердің пенсияларыңызды негізгі табыс ретінде отбасы банк қабылдаса. Астыға өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Отбасы банк біздің пенсиямызды табыс ретінде қабылдаса екен дегендейші, мүмкін соны оқып, банк тарабы сіздердің пенсияларыңыз негізгі табыс ретінде қабылдап қалар. Қосымша
міне жалпы енді мен ақпарат бергім келді да. 2023 жылы сіздер бірінші екінші топтағы мүгедектігі бар тұлғалар бақытты отбасы бағдарламасына қатыса аласыздар. Бұл жерде мына нұрлы жер шаңырақта 5% болса, бақытты отбасыда 2%. Бұл жерде 10% бастапқы жарна. Екі жағдайда да сіздер социальный уязвимый слой населения деген категорияға кіресіздер. Егер конкурсқа қатысып пенсияларыңызды негізгі табыс ретінде қабылдап отырса, Құдай қаласа сіздер мемлекет тарапынан қосымша тұрғын үй сертификатын алуға толыққанды құқықтарыңыз бар. Тағы да айта кетемін, бұл бейнероликтің негізгі мақсаты кезекке тұрмай жүрген адамдарды кезекке тұрғызу, білмей жүрген адамдарды құлаққа қағып еткізу. Себебі ертең пенсия негізгі табыс ретінде қабылданады деген кезде сіздер осыны ура деп көріп, әйтеуір баспанаға әрекет жасайсыздар. Арзан баспана, ремонтымен жақсы емес пе? Әйтеуір бір көмек болады ғой мемлекет тарапынан деген. Сондықтан сол қымбат достар, ақпардар болып жүріңіздер. Мен Мақсатпен Instagram каналыма жазылып қойыңыздар. Құдай қаласа, егер отбасы банк сондай шешім қабылдаса, пенсияны негізгі табыс ретінде қабылдауды мен сіздерге хабарлайтын боламын. Каналыма подписка жасап қойсаңыздар, әр қазақстандық баспаналы болсын, Мақсатпен мақсатқа.